ағылшын тілін оқудың ең тиімді тәсілдерін білесіздер ме? Менің ойымша, ағылшын тілін оқудың немесе қайбір шет тілін оқудың ең тиімді тәсілі болмайды. Ең тиімді тәсіл сіздікі ғана болады. Неге десеңіз, әртүрлі тәсілдер бар. Мысалға, біріншісі телевизор қарау, телевизор арқылы, ағылшын тілінде, екіншісі мультик қарау, үшіншісі подкаст тыңдайды, біреу сериалдар қарайды, біреу музыка тыңдайды. Біреулер мысалға аудио кітаптар сатып алады, аудио книгалар, аудио кітаптар. Біреулер репетитор жалдайды, жеке мұғаліммен жұмыс жасайды, кітап арқылы өз бетімен оқиды. Немесе сол мемлекетке барып сол жерде оқиды. Сондықтан ағылшын тілін оқудың өте көп тәсілдері бар, және ереже арқылы да оқиды. Қосымшалар бар, Duolingo секілді, ары қарай, сондай өте көп қосымшалар, өте көп тәсілдер бар. Сондықтан қайсы сізге ұнайды, сол тәсіл ең тиімді болып табылады. Ал сіздерге қайсы тәсіл ұнайды, соны комментарийлерде жазып, өздеріңіз тәжірибелеріңізбен бөлісуге болады.